Арымыздың алталашым, қасиет қазақ халқым. Асқар Арғын Бахадыр, ұлт жанашыры. Бүгін 19 сәуір 2025 жыл. Мен 24 сәуірдегі Қазақстанның Ресейге қосылуы жайлы референдумның өтуіне түбегейлі қарсылығымды білдіремін. Және де болашақта Ресейдің отарлау саясатын, Ресейдің өктемдік жүргізіп қазақ еліне деген басқыншылық саясатын тоқтауына өз қарсылығымды, өз ұстанымды айтамын және талап етемін. Ресей басқыншылығы, отарлау саясаты тоқтасын. Қазақ халқы тәуелсіз ел. Сондықтан да біз қазақ халқының, қазақ елінің қайттан Ресейге отар болуына түбегейлі қарсымыз. Алға қазақ елі. Бірліктеміз, жеңеміз.